Әрбір қазақстандық тезірек көрсін жөнінде хабардар болсын. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басын ұстаңыз. Әр жетім балаға 70 мың теңге әлеуметтік көмек беріледі. Шымкентте Наурыз мерекесінің қарсаңында жетім балаларға, мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік көмек беріледі. Наурыз мерекесіне орай 18 жасқа дейінгі жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 20, ал қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына 18 жасқа дейін мүгедектігі балаларға 5 мөлшерінде жыл сайынғы бір реттік әлеуметтік көмек беріліп жатыр. Ведомство мәліметінше, аталмыш әлеуметтік қаржылай төлем Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімі негізінде Шымкент қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы тарапынан бөлініп жатыр. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Әлеуметтік көмектің жиынтек көтерілуін қалайсыз ба? Ендеше видеомыз астына өз лайктарыңызды қалдыра кетіңіздер.